Суды ала бер, қорқпа. Аралға барынша жеткізуіміз керек. Таласып алу керек, сұрап алу керек. Жұмыс істеңіздер. Керек болатын болса, Бақыт Дүйсенұлымен бірге барып қайтыңыздар. Өзбекстан болады ма, Тәжікстан болады ма, кімге бару керек, кіммен сөйлесу керек. Мүмкіндігінше суды ала берейік. Аралға мүмкіндігінше суды көп жіберейік. Соңғы 2 жылда енді 3 миллиардқа жуық су бар ғой кіші аралға, жақсы ғой. Соңғы 4 жылдың ішінде бірінші рет биыл сол жақындап тұр енді. 997 миллион бекіткен болады бұл НКВК. Содан қазір 950 миллион берілді. Өте жақсы. 40 миллион алып тұр. Бірінші Өте жақсы. Қыста да мүмкіндігінше алып қалайық осы 23-тің біз февраль, январында емес, мартында 3 айда почти 1 миллиардтың үстінде алып алдық қой, көп болды сол кезде су. Енді биыл да жаман болған жоқ. Кетті, аралға барды. Қазір қанша бар бізде? 22 миллиардқа жақындады ма? 21-ден асты ғой, да? 21-де 6 миллиард бар. Почти 22 миллиард. 18,5 миллион түсіп кетіп отыр ғой, мысалы, соңғы 12 жылда. Ал қазір деген жақсы болды деген. 27-ден 18-ге дейін түсіп еді соңғы. Соңғы 2 жылда қазір тауға 3 миллиардқа ол жақсы. Өткен жылға қарағанда 40 сантиметр деңгей жоғары отыр. Енді осыған қайрат аударып жұмыс істеу керек. Әріптестерімізбен жұмыс істеңіздер. Көрші елдерге барып қайту керек болатын болса, барып қайтыңыздар. Ешқандай шектеу жоқ. Бақыт Дүйсенұлымен бірге барып, жұмыс жасап, көптеп су алу керек. Мүмкіндігінше. Жақсы ма? Қорқудан қажет жоқ. Жаңа осал тұстар болса айттым ғой, асар бар, демеушілік бар, жасаймыз. Тым болмай атса енді ешқандай мүмкіндік жоқ болса, қаражатты бөлеміз. Сол үшін көп судан қорықпау керек. Жетектейміз керек болатын болса. Бүкіл техниканы осы жердегі жабамыз, жолдың бойына қажет болатын болса. Қызылордадағы бар, басқа өңірдегі бар. Мүмкіндігінше көп су алу керек, соған жұмыс істеңіздер.